Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің көйлегім жаңа. Мое платье новое. Бүгінгі сабақта балалар біз киім атауларын айтып үйренеміз. Мәтінді түсініп оқып, сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке научимся говорить на казахском языке название одежды. Будем читать текст, будем учиться отвечать на вопросы к тексту. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Киім, жейде, шалбар, бәтеңке, көйлек, жаңа, ескі, ханзада, ханша, киеді, жаңа, көйлек, новое платье, ескі, шалбар, старые брюки, ханзада, принц. Ханзада киеді, ханзада одевает, принц одевает. Ханзада ақ жейде киеді, ханзада принц одевает белую рубашку. Ханша әдемі көйлек киеді, принцесса одевает красивое платье. Жақсы балалар. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Жейде, шалбар, көйлек, бәтеңке, жаңа, новые, ескі, старые. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Есте сақтайық. Тәуелдік жалғауды балалар қайталаймыз. Ребята, повторяем притяжательное окончание. Менің шалбарым, көйлегім, мои брюки, мое платье. Сенің шалбарың, твои брюки, сенің көйлегің, твое платье. Оның шалбары, его брюки или ее брюки, көйлегі, ее платье. Балалар, шалбар деген сөз жуан сөз, слово твердое, значит добавляем твердое окончание. Көйлек, жіңішке сөз, мягкое слово, добавляем мягкие окончания. Сенің көйлегің қандай? Какое твое платье? Менің көйлегім жаңа. Қандай? Менің көйлегім жаңа. Мое платье новое. Сенің жейдең ақ. Твоя рубашка белая. Оның шалбары көк. Его брюки синие. Мен қызыл көйлек киемін. Я одену красное платье. Тыңдалым. 16-шы бет. Мәтінді тыңда, қайтала оқы. Ребята, внимательно слушаем, читаем и пробуем перевести некоторые предложения сами. Ханзада ақ жейде көк шалбар киеді. Ол қоңыр бәтеңке киеді. Ханзада батыр. Ол ханшаны жақсы көреді. Он любит принцессу. Ханша сары көйлек киеді. Оның көйлегі ұзын. Көйлегі әдемі. Ханша ақылды. Принцесса умная. Олардың киімі таза. Их одежда чистая. Тазалық, денсаулық кепілі. Чистота, залог здоровья. Балалар, енді бір мәрте мәтінді оқып шығыңдар. Аударып көріңдер. Ребята, можете приостановить видео, еще раз прочитать текст с помощью слов, с помощью новых слов,
старых слов, которые мы проходили, можете сами перевести текст. Айтылым. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы к тексту. Ханзада не киеді, балалар? Что одевает принц? Иә, Ханзада жейде шалбар киеді. Ханзаданың жейдесі қандай? Давайте, ребята, вспомним. Қандай жейдесі? Иә, Ханзаданың жейдесі ақ. Ханзаданың шалбары қандай? Вместо вопросительного слова «қандай» подставляем ответ свой, ребята. Ханзаданың шалбары көк. Ханзаданың бәтеңкесі қандай? Какие ботинки у принца? Ханша не киеді. Что одевает принцесса? Ханшаның көйлегі қандай? Жақсы, балалар. Үшінші тапсырма 17-ші бет. Ескі жаңа сөздерді пайдаланып диалог құрыңдар. Составьте диалог, используя старые новые слова. Айтылым. Үшінші тапсырма 17-ші бет. Ескі жаңа сөздерді пайдаланып диалог құрыңдар. Составь диалог, используя старые новые слова. Көйлек қандай? Көйлек әдемі. Точно так же отвечайте на вопросы. Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Айтылым. 5-ші тапсырма. Балалар, не артық ойынын ойнап көрейік. Ребята, давайте поиграем игру «Что лишнее?». Суреттерге қарап, ненің артық екенін айтыңдар. Внимательно посмотрите на картины. Что здесь лишнее? Лишнее в каждой картине. Бірінші суретте не артық? Иә, бірінші суретте жейде артық. Себебі бұлар ойыншықтар, потому что это игрушки. Екінші суретте не артық? Иә, балалар, екінші суретте көйлек артық. Себебі бұлар оқу құралдары. Үшінші суретте не артық? Иә, үшінші суретте шалбар артық. Бұл отбасы. Ал төртінші суретте не артық? Мұқият қараңдаршы. Посмотрите внимательно, что здесь лишнее. Бәтеңке артық. Бұл үй. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Жазылым. Балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Сабақтың тақырыбы «Менің көйлегім жаңа». Екінші тапсырма 16-ші бет. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. Ребята, вам нужно вставить нужное окончание и переписать. Екінші тапсырма, второе задание. Қазақ тіліне аудар. Вам нужно перевести три предложения и записать в тетради. Жақсы, балалар. Ал енді, балалар, бүгінгі сабаққа қорытынды жасайық. Біз киім атауларымен таныстық. Мы познакомились с названием одежды. Теперь мы можем сказать на казахском языке. У меня есть платье. Менің көйлегім бар. У меня есть брюки. Сенің шалбарың бар. У него есть рубашка и ботинки. Оның жейдесі, бәтеңкесі бар. Мое платье новое. Менің көйлегім жаңа. Сенің бәтеңкең ескі. Твои ботинки старые. Оның киімі таза. Его одежда чистая. Жақсы, балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.